Бүгін Алматы метросында Абай Құнанбайұлының 175 жылдығы және жастар күніне орай шара өтуде. Мәдени жобаның қала тұрғындары үшін маңызы қандай? Бұл туралы Адырна ұлттық порталында айтамыз. Абай метросында ұйымдастырылған акцияда Құрманғазы оркестрі жолаушыларға Абайдың көзімнің қарасы, айттым сәлем қаламқас, желсіз түнде жарығай, май түні, майда қоңыр, тор жорға секілді көптеген шығармаларын орындады. Алдымызда өнер туындысын көріп отырмын, өте әсерлі, және де осындай шаралар көп болғанын қалаймын. Құрманғазы оркестрінің жалпы жастарының атынан біз осы акцияны қолдап келіп отырмыз бүгін. Алматы қаласы жастар саясатын дамыту орталығының мамандары акцияның жастар күніне арнап ұйымдастырылғанын айтады. Негізгі мақсаты Абай шығармашылығын жас ұрпаққа дәріптеу. Сонымен қатар пандемия жағдайында халыққа мерекелік көңіл күй сыйлау. Асқар қызы, Жасұлан Наурызәлі, Адырна ұлттық порталы.